Мынандай бір қызға айтсам, сенесіздер ма білмеймін, бірақ Қазақстанда тұратын кез келген қазақ Америка құрама штаттарының үкіметіне қарызға ақша беріп, сол арқылы ақша таба алады. Яғни біз үкіметіне қарызға ақша береміз, олар жылына 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет үстіне процентін қосып қайтарып беріп тұрады. Біз бұны қалай атаймыз? Бұл Америка құрама штаттарының мемлекеттік облигациялар деп атаймыз. Сіздер естіген шығарсыздар. Қазақстанның сыртқа қарыздары бар, Қытайдың сыртқа қарыздары бар, Американың сыртқа қарыздары бар деп. Сол кімге қарыз деп ойлағансыздар ма? Сіз және мен сияқты адамдарға қарыз. Енді бұлай қалай ақша табамыз? Қазір көрсетіп берейін. Ол үшін Жусан банктың қосымшасын ашамыз да сол жерде карточка ашамыз. Содан кейін мынандай кнопканы бассаңыздар investments деген шығады. Менде инвестиция деп тұруы мүмкін. Соны бассаңыздар, ішінде брокерлік шотыңыз ашылады. Сол жерде жоғары жағында гособлигации США деген бар. Соны бассаңыздар, Америка құрама штаттарының облигациялары шығады. Яғни сіз Америкаға 2 жылға, 5 жылға, 7 жылға әртүрлі уақыттарға әртүрлі